Қараша келгенде осынша елегіземіз деп ойладық па? Бұл елегізу жақсы елегізу, өйткені Қазақстан құрамасының өз тарихындағы ең үлкен қадам жасала ма? Жасалса қалай жасалады? 21 қарашадан кейінгі біздің көңіліміз қандай болады? Міне осы сұрақтың бәріне қатып тұрған Қараша жауап беруге тиіс. Армысыз көрермен, біз алдағы Қазақстан құрамасының 2 матчына шолу жасаймыз. Ізашар сөз айтамыз. Қазақстан Сан-Марино және Словения Қазақстан. Кеттік. Құрметті көрермен, бұл ойындардың алдында Қазақстан құрамасы үшін аса жайсыз жаңалықтар болып жатыр. Бірінен кейін бір деп әрине қойылатпай қояйық сөзімізді, бірақ Асқат Тағыбергеннің жарақаты осыдан 2 апта бұрын белгілі болып, оның алдағы ойындарға қатыса алмайтыны алдын ала анықталған еді. Ал күтпеген жерден Бахтияр Зайнутдиновтың Түркия Суперлигасында жарақат алып қалуы, былайша айтқанда төбемізден жай түскендей болып отыр. Әрине, Бешикташ Истанбул Башакшехир ойынында 41 минутта таза бір ойын эпизоды болды. Опоку, яғни Башакшехирдің ойыншысы қолын жазатайым сілтеп қалды. Біздің баланың бетіне тиді және оңдырмай мұрнын сындырып кетті және көзінің тостаған сүйегінде сындырып кетті. Бұл да енді былай қарағанда бірден белгілі бола қоймаса да, бірте-бірте бұл жарақаттың тым ауыр екенін сезініп отырмыз. Сезінген сайын жанымыз ауырып отыр. Әттең енді 12 мүшесі сау ғой, Құдайға шүкір, бірақ бұл жарақат кем дегенде емделу үшін 10 күнді қажет ететін сияқты. Ал біздің ойын қырасында тұр. Сондықтан Бахтиярдың осы алдағы 2 шешуші ойынға қатыса алмайтынын қанша мойындағымыз келмесе де мойындауға мәжбүр болып отырмыз. Демек, біздің команданың 2 көшбасшысы осы аса шешуші ойындарға қатыса алмайды. Әрине, тым артық айтып отырғанда шығармыз, қатыса алмайды деп, мүмкін ғайыптан тайып бір бетіне маска киіп алып, бетперде киіп алып, Бахтияр Зайнутдинов мысалы жоқ дегенде Словениямен ойынға жарап қалар, бірақ бәрібір тәуекелге баруға болмайды. Өйткені тіпті осы кейінгі Бешикташ дәрігерлерінің және Түркия ауруханасы дәрігерлерінің шығарған шешімі бойынша жалпы көзге қатты қауіп төнуі мүмкін. Көздің көрмей қалу қаупі де басым болған екен, яғни дер кезінде көмек көрсетілген. Сондықтан жалпы мұндай жағдайда алда қанша ғұмыр бар, алда қанша белес бар, Бахтиярдың тез арада өз қалпына келгені дұрыс. Биылғы іріктеу кезеңінде Бахтияр өте керемет жетістіктерге жетті. Қазақстан ұлттық құрамасының үздік бас мергені, Қазақстан құрамасы тарихындағы бас мергені болған өз алдына Финляндияға қарсы ойында осы Бахтиярдың дублі бізді үміт отымызды қайта жақты. Сондықтан неге қатыспайды деп налғаннан гөрі осы жігіттердің тез арада жазылып кеткенін қалаймыз. Өйткені олар бізге бүгін ғана емес, ертең де бүрсігінде қажет болады. Мұндай ойыншылар Қазақстанда саусақпен санарлық. Әрине, ешкімді жазғым келмейді, бірақ осы жігіттердің жарақатына байланысты түрлі пікірлерді оқып отырып, кішкене біздің жанкүйерлердің пессимистік ойға көбірек берілетініне назаланып, ашуланып та кетесің. Бітті, Асқат пен Бахтияр ойнамайды, енді бізге Еуропаның жолдамасы жоқ деген сияқты пікірлер тым басым екен. Сонда былайша айтқанда біз жаманшылықты шақырмайықшы деп айтқым келеді. Шынында да өмір көрдік қой, ыстығы мен суығын көрдік қой. Қандай жағдайда да шығатын жол болады. Жалпы өзін-өзі тығырыққа тіреген адам ғана шыға алмайды, ал жол іздеген адам қашанда шығады. Сондықтан біз ғана емес, Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері, Қазақстан футбол федерациясы қазірдің өзінде жақсы жол іздеп, және ең бастысы Магомед Адиев, Тағыберген мен Зайнутдиновтың позициясына жақсы кандидаттар ойластырып жатқан болар. Және осыған дейінгі ойындарда біздің жігіттердің бірі қатардан шығып қалса, екіншісі оны жаман алмастырған жоқ. Тіпті кейде жарақаттанған адамды іздемейтіндей жағдайға жеткізгенде сәттер болды. Мысалы, Быстров қазір бізге Малойды іздете ме, мысалы үшін? Осы іріктеуді бастаған Елдос Ахметов жарақат алып қалып еді, оның орнына шыққан жігіттер, мысалы Александр Маришкин қазір Елдос Ахметовті іздете ме, көрдіңіз бе? Сондықтан мұндай жағдайдың да бір жақсы жағын көре білуіміз керек. Яғни осыған дейін көрінбей жүрген немесе қатардағы футбол саналатын ойыншының жұлдыздай жарқырамасына кім кепіл? Сондықтан жалпы үміт отын ешқашан өшірмеуіміз керек. Асқат да, Бахтияр да өзінің ерік жігерімен, ниетімен, тілеуімен біздің команданың жолына барлық жақсы ниетін төсейді деген ойымыз бар. Ең бастысы, жанкүйерлерді тағы да
күні бұрын салымызды суға кетірмеуге шақыратын едім. Өйткені қалай дегенде де алда екі шешуші ойын тұр, және Қазақстан құрамасының тарихында осынша шешуші кезең болған емес. Сондықтан барымен базар жасап, жігіттер барын салуға тиіс деп есептейміз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, біздің осы шығарылымның демеушісі Фонбет компаниясы. Фонбет Қазақстанда ең жылдам төлемдер жасайды. Сондай-ақ алғашқы тіркелген ойыншыға 200 мың теңге бонус береді тіркелген кезде, және бұрыннан бар клиенттерге тамаша акциялар ұйымдастырады. Мысалы, Қазақстан ұлттық құрамасының ойынына тігілген бәсті осы Фонбет компаниясы сақтандырады. Ендеше сілтеме бойынша өтіңіздерде ойыннан ләззат алыңыз, бірақ есіңізде болсын, бәс тігу дегеніңіз бұл ақша табу емес, бұл жай ғана көңіл көтеру. Енді алдағы Сан-Марино матчына келейік. Әрине, Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Магомед Адиев бұл жолда өзінің дәстүрінен айныған жоқ. Алдымен кеңейтілген тізімді жасады, содан кейін кеңейтілген тізімнен кімді нақты таңдайтынын жариялады. Енді бұл жерде мен Бағдәулет Зұлфықаров, сондай-ақ Дамир Қасаболат, тағы шақырылған Әділет Сәдібеков, мысалы, осындай жас ойыншылардың тізімнен сызылып қалатын жанкүйерлік тәжірибемен сездім десем де болады. Өйткені бұл бапкердің тамаша, былай айтқанда, алдағы күндерге жіберген сәлемшісі. Яғни сендер менің назарымдасыңдар, ертеңгі күні кез келген жағдайда сендер ұлттық құрамаға кандидат болу үшін өздеріңді босаңсытпаңдар деген мәселені айтып тұр. Әрине, Рамазан Кәрімов, Владислав Прокопенко сияқты ойыншылардың, сондай-ақ Александр Заруцкий сияқты ойыншылардың тізімінен сызылып қалуында сансаққа жүгіртуге болатын еді. Роман Асранқұловты, бірақ ол жігіттер әрқашан құрама бапкерінің назарында, және бұған дейін жеңісті ойындарда қосалқы құрамда отырған жігіттер ғой. Сондықтан олардың барлығы да назардан тыс қалмайды деп айтуымызға болады. Ең бастысы, мысалы, Максим Федин осы уақытқа дейін ұзақ уақыт ескерілмей қалған еді. Бірақ Ордабасыға қарсы ойындарда өте жақсы ойнады. Оны тіпті Ерхан Астановтың орнына шақырды. Бірақ соңғы тізімге әрине Максим ілінген жоқ. Бірақ көрдіңіздер ме, құраманың бұрынғы мүшелерінің де, қазіргі мүшелерінің де ешқайсының ұмытылмайтынын Адиев осы арқылы аңғартып отыр. Яғни жақсы ойнасаңдар болды, кез келгенге құраманың есігі ашық дегенді аңғартып отыр. Әрине, құрамаға шақырылып соңғы 26 ойыншының тізіміне кіру деген міндетті түрде негізгі құрамда шығу дегенді білдірмейді. Бірақ осы жолғы іріктеу циклында қарап отырсақ, тұрақты түрде Магомед Адиев 17-18 футболшыны пайдаланып келеді. Қалғандары енді шынында да ротация үшін керек. Сондықтан бұл жерде тізімнен сызылып қалған жас жігіттер осымен құрамадағы ғұмырым бітті деп ойламайтыны ап-анық. Яғни біз жаңа атап өткен жас футболшылар алдағы уақытта құрамаға керек болады. Және қырасында ертең көктемде өздеріңіз жақсы білесіздер, Ұлттар лигасының финалдық кезеңі тұр. Егер Құдай бетін аулақ қылсын, Қазақстан құрамасы осы жолы Еуропа чемпионатына шыға алмай қалса, онда сол Ұлттар лигасы арқылы шығуға қадам жасайды. Бірақ енді үмітіміз зор, осы жолы шынында да бізді бір жақсы жаңалықтар күтіп тұрса екен деген ниетіміз бар. Және кейде осы мына Асқат Тағыбергеннің, жаңағы Бақтияр Зайнутдиновтың жарақатын айтып отырмыз ғой. Кейде бір жақсылық беретін кезде өзі жаратушы адамды сондай бір сынайтыны бар. Мүмкін біздің ұлттық құрамаға да сондай, сендердің көшбасшыларыңды осындай азақ уақытқа қатардан шығарып отырмын. Бірақ мынандай сыйым бар деп ертең Еуропа чемпионатының финалдық кезеңіне жолдама ұсынып жатса, нұр үстіне нұр емес пе? Сондықтан қандай жағдайда да жақсылыққа жоруға тиіспіз. Құрамға келетін болсақ, осы жолы Магомед Адиев шынында да әбден көз таныс сыралғы ойыншылар шақырды. Бұл жерде Арман Кеңесовтің қайта шақырылғанына және Ислам Чесноковтың ұлттық құраманың өз мүшесіне айналып бара жатқаны қуантады. Сондай-ақ осы жолы да Сербияның EMT командасында ойнайтын Александр Зуевтің шақырылғанын астарында бір нәрсе бар ма деп өз басымыз ойластырдық. Неге десеңіз, осыған дейінгі жиындардың барлығында Қазақстан көк құжатын, яғни төл құжатын алғаннан кейін Зуев жиындардың ешқайсысынан қалған емес, тіпті Финляндияға қарсы матчта алаңға шығып тұрып шықпай қалғанын да білесіздер. Демек, бұл ойыншының мүмкіндігін Адиев мырза біледі және қай уақытта жұмсауға керек екенін де білетін шығар. Оның үстіне соңғы ойындарда өздеріңіз жақсы білетіндей ақырындап гол пастарын бере бастады EMT командасының сапында. Осы Зуев ендеше алдағы уақытта керек болатын шығар. Шабуыл шебінде негізгі серкелерден сол Абат Әйімбетов қана қалып отыр. Және неге қалып отыр дегенде, осы Сан-Мариномен ойынға біздің
негізгі құрамның екі ойыншысы, яғни Исламбек Қуат пен Максим Самородов қатыса алмайды. Олар осыған дейін 3 ескерту алды. Демек, Сан-Мариномен ойынға қатысу құқығынан айырылды. Демек, осы ойындарда мүмкін тіпті Әйімбетовтің өзін алға шығармай, басқа бір Кеңесовті ма, Чесноковты ма алға шығару арқылы бір күтпеген қадам жасайтын шығар. Қалай дегенде де Сан-Мариноны енді жанкүйер ретінде 3 ұпай қалтамызда деп алдын ала тоқмелесіп тұрмыз ғой. Бірақ осыған дейін Сан-Мариномен 3 рет кездесіп 4-0, 3-1 және 3-0 есебімен жеңгенімізді ескерсек, сол дәстүрден Қазақстан құрамасы айнымауға тиіс деп есептейміз. Бірақ бұл әлемдегі аутсайдер құраманы жалпы осы матчта барын салмайды деп ойламауымыз керек. Өткен турда естеріңізде болса, 8-ші турда Сан-Марино құрамасы Даниямен өте жақсы ойын көрсетті ғой. Тіпті алғашқы голды Хойлун 42-ші минутта соқты, қараңыздар. Яғни бірінші таймда жақсы төтеп берді деген сөз. Ал Голнуччи деген ойыншы ойынның нешінші минутында? Голнуччи 60-ші минутта есепті теңестіреді. Демек, бұл және осы іріктеу кезеңіндегі алғашқы голы болады. Және бір әйелі ұл тапқандай қуанды Голнуччи. Тіпті Сан-Марино құрамасы сол жерде үйме-жүйме болып біраз уақыт ес жия алмай қалды. Әрине, Юсуп Поульсеннің 70-ші минутта соққан голы Данияға жеңіс әкелді, бірақ бұл арқылы Сан-Марино өзінің соңына дейін қырқысатынын аңғартты. Тіпті сенсация болып жатыр. Дания осы жолы, сол жолы Сан-Мариноны жеңе алмай қалса, онда бүкіл әлемнің ақпарат құралдары шулайтын еді. Бірақ Голнуччидің голының өзі бұл құраманың өліспей беріспейтінін өте жақсы аңғартты. Демек, Астанадағы өтетін ойынға Қазақстан құрамасы тас түйін дайын болу керек. Негізгі құрамда шығатын 11 жігіт те, қосалқы құрамда отыратын басқа жігіттердің барлығы да өте мықты дайын болу керек. Сондықтан Қазақстан құрамасы жалпы осы матчқа тас түйін дайындықпен кірісу керек деп есептейміз. Және ең бастысы осы матчта біздің жігіттер енді нәтижеге жұмыс істейді ғой, бірақ абай болуға тиіс. Неге? Өйткені Марат Быстровтың, Нұралы Әліптің, Рамазан Оразовтың 2 ескертуі бар. Яғни осы үштіктің кез келгені 3-ші ескерту алған болса, онда аса шешуші Словениямен матчқа қатыса алмайды. Демек, енді Асқат Тағыбергеннің 2 ескертуі бар еді, енді Асқат ойындарға қатыса алмайды. Демек, Рамазан, Марат және Нұралы біздің ұлттық құраманың 3 қазіргі ұстыны ғой. Сондықтан бұл жігіттер Сан-Мариномен ойынға мүлде абай болып, мейлінше бейбіт ойнауға тырысу керек. Әрине, бейбіт ойнау дегенде аяғыңды тартып қалу немесе қарсыласты жіберіп қою емес, мүмкіндігінше таза ойнағанға не жетсін. Сондықтан бұл мәселені біз емес, бапкердің өзі де өте жақсы біледі. Демек, ескеруге тиіс. Ең бастысы 17-ші қарашада және 20-ші қарашада біздің команданың осы қазіргі бар жағдайда толық құрамда болғаны өте керек. Ал біздің H тобында, Қазақстан құрамасы өнер көрсететін H тобында өте қызық жағдай қалыптасып отыр. Словения құрамасы 1-ші орында 19 ұпай бар, 2-ші орында Дания құрамасы 19 ұпай бар. Екі команданы +1 деген ғана айырмашылық бөліп тұр. Бұл доп айырмашылығы. Яғни Словения құрамасы 17 гол соқты, 6 гол жіберді. Демек 11 + 11, ал Дания 17 гол соқты, 7 гол жіберді. +10 доп айырмашылық. Яғни екеуінің арасында +1 деген ғана айырмашылық ұстап тұр. Демек, Дания өз алаңында 17-ші қараша күні Словениямен кездеседі, міндетті түрде жеңуге тиіс болады. Өйткені тең түскен жағдайда Словения доп айырмашылығынан алға шығып кетуі мүмкін. Сондықтан Данияға міндетті түрде жеңіс керек болады. Бірақ Данияның жеңіске жеткені 3-ші орында тұрған Қазақстан үшін өте қажет. Мұндай жағдайда Дания соңғы ойынға қатты алаңдамайды, яғни қарсыластарын анағұрлым ұзап кетеді де, 2-ші, 3-ші орындардағы командалар оларды қуып жетуге тиіс болады. Сондықтан Дания күмәнсіз, егер Словенияны жеңіп кетсе бұл турда, онда осы H тобының жеңімпазы болады. Ал сондай-ақ біз бұл матчтан бөлек Финляндия мен Солтүстік Ирландияның матчына да сәл алаңдап қоюымыз керек. Өйткені Финляндия 4-ші орында тұрғанмен Қазақстан құрамасының қалайда сүрініп, әйтеуір кейін қалуын қалайды. Ол қалай дегенде де ол қанша сыртқа жайма-шуақ, мамыражай көрінгенмен де былай айтқанда бір бармағы бүгілік қарсыластыр ғой. Сондықтан Қазақстан құрамасының осы ең алдымен Қазақстан мен Сан-Мариноның матчы өтеді. Содан кейін барып Финляндия мен Солтүстік Ирландияның, одан кейін Дания мен Словенияның матчы өтеді. Демек, Қазақстан құрамасы бірінші матчта өзіне қажетті нәтижені тіркеп алған болса, одан кейін екі матчқа да соншалықты алаңдауға тиіс болады. Демек, біз 8 ойында 15 ұпай жинап тұрмыз. 5 жеңісіміз
үш сәтсіздігіміз бар, әлі де тең ойнағанымыз жоқ, және ең бастысы алдағы 2 ойында бізге тең ойын қажет емес. Мұны бәріміз жақсы түсінеміз. Сондықтан Қазақстан құрамасы өзінің тарихында бұрын соңды болмаған тамаша жетістік алдында тұрып, осынша азабы мол жолды жүріп келіп отырып, осынша керемет камбэктер жасай отырып, енді артқа шегінбейді деп сенеміз. Дания құрамасының өз қақпасына 7 гол жібергенін айттық, соның 3-еуін, тіпті 4-еуін Қазақстаннан жіберді. Өздеріңіз білетіндей, ал Словения құрамасы 6 гол жіберді, соның 1-еуін Қазақстаннан жіберді. Енді неге біз Словениядан да Құдай қаласа ұпай тартып алмасқа, және толыққанды 3 ұпай тартып алмасқа? Финляндиядан қолымыздан келді ғой. Ең бастысы, осыған дейінгі шығарылымдарда да айтқанбыз, Қазақстан құрамасы осы жолғы қарсыластарының бәрінен толыққанды 3 ұпай алып келді. Даниядан толыққанды 3 ұпай алды. Словениядан, Сан-Маринодан толыққанды 3 ұпай алды, ол құдай бұйыртса 6 ұпай болады. Финляндиядан толыққанды 3 ұпай алды, ал Солтүстік Ирландиядан толыққанды 6 ұпай алды. Көрдіңіз бе? Демек, біздің 3 ұпай алмаған бір ғана командамыз, бір ғана қарсыласымыз тұр, ол Словения. Демек, осы дәстүр ізімен жүріп отырсақ, Қазақстан құрамасының алдында жаңа сөз басында айтқанымыздай бір жақсы нәрсе тұрған сияқты күтеміз. Бұл әрине менің ғана ойым емес, Қазақстан құрамасы жайлы жақсы ойлайтын, жақсы ниетін төсейтін барлық жанкүйердің ойы деп сенеміз. Ең бастысы, бұл маусым, құрметті көрермен, сөзімізді қорытындылай келгенде айтарымыз сол, Қазақстан футболында үлкен төңкеріс жыл болды деп есептейміз. Әрине, клубтық командаларымыздың ішінде бір ғана команда, яғни Астана конференция лигасының топтық турниріне шықты. Тобыл соның есігін қағып қайтты. Ал Ақтөбе мен Ордабасы әрине үлкен биіктікке жете алмаған болар, бірақ ішкі чемпионатта да олар жаман өнер көрсеткен жоқ. Демек, былай айтқанда 2023 жыл 2022 жылдағы ұлттық құраманың табысына ілесе отырып, былайша айтқанда біздің санамызға төңкеріс жасаған жыл деуімізге болады. Ендеше осы тамаша жылды неге тамаша нотада аяқтамасқа? Өздеріңіз білесіздер, қазақтың бір жақсы сөзі бар: басы қатты болса, аяғы тәтті болды дейді. Біз Словениямен жеңіп тұрып, жеңісті қолдан беріп бастағанбыз биылғы жылда. Ендеше неге жеңіспен аяқтамасқа? Үмітіміз осы. Ендеше барлықтарыңызды 17 және 20 қарашада Қазақстан құрамасына шын жүректен жанкүйер болуға шақырамын. Қазақстан құрамасы, және ең бастысы айтатын нәрсе, Қазақстан құрамасы қандай нәтижеге жетсе де, бұл жыл біз үшін ерліктің жылы болып қала береді. Бақтияр Зайнуддин Асхат Тағыберген жарақаттанып қалды, содан кейін Қазақстан құрамасы бүйтті сөйтті деп түрлі әңгімелердің болатыны анық, бірақ қандай жағдайда да біз құрама үшін осы жылы мақтануға тиіспіз. Қазір FIFA рейтингінде 98-ші орынға шықтық, көтерілдік деп айтпай ақ қояйық, шықтық. Егер алдағы 2 ойынның нәтижесі өте жақсы болса, біз тіпті үздік 80-нің ішіне де кіріп қалуымыз мүмкін. Яғни жан-жақты да ойлай отырайық. Ендеше, Алла қаласа, осы Сан-Марино матчынан кейін, Қазақстан Сан-Марино матчынан кейін, содан кейін Қазақстан Словения Қазақстан матчынан кейін де эфирде сіздермен жолығып, 3-ші жаңалықты көкірегімізге қуанышымыз сыймай отырып бөлісуге жазсын. Келесі күндердің бәрінде жақсылықпен жолығайық.